Қазір көп адамдар пенсионкадан ақшаны шешіп алу мақсатында 100 мың, 200 мың артық болса да тіпті жетпесе де шешкісі келіп ақша керек деп жүргендер өте көп. Сол моментті мошенниктер пайдаланып жатыр. Яғни қалай? Пенсионный аннуитет жасау үшін, мысалы үшін пенсионный аннуитеттің парогы басқа, НПФ-тің парогы басқа, иә. Пенсионный аннуитет надан қарағанда 1-2 миллион разница ойнайды, аздау былайша айтқанда. Соны мошенниктер пайдаланып, енді инвалидисасы барларға, мысалы үшін үшінші группаға 6,5 миллион ғой, ал бұлардың инвалидисасы жоқ болса да өтірік қайдан болсын дәл сондай ұқсатып инвалидисасы қағаз жасатып алыпты. Соның пайдасы шынымен инвалидисасы барларға зиян тигізіп жатыр. Оны бірақ істеп жатқан әрине клиент емес, бірақ клиенттің келісімі бойынша сол жасап беретін ортадағы адам екеуі жасап тұрған заты ғой былайша қарағанда. Енді шынымен аннуитетке келетін инвалидисасы бар адамға зиян келіп тұр. Неге? Өйткені бұрын дейтін аннуитет шартын жасағанда тез өтіп кететін. Қазір көп тексеріп жатыр база. Шынымен де бірінші инвалидисаға қағазын алады, потом ЕГОВтан оның справкасын дәлелдейтін қағаз алады, потом оны көп тексереді. Құрметті оқырмандар, солай аннуитет шартын жасау арқылы өтірік инвалидисаға қағазын жасауға келіспеңіздер. Оның біріншіден сізге ешқандай пайдасы жоқ. Ол по-любому арты ашылып білініп қалады. Екіншіден, шынымен инвалидисасы бар адамдарға сіздердің зияныңыз тиеді. Яғни тексеру ұзақ уақыт жалғасады, и договор сразу дайын болмайды деген сөз. Адамдар ақша үшін не істемейді деймін. Парақтарыңызға ақша жетпесе де шешіп беремін дегендерге алданбаңыздар. Күніге осы сұрақ маған көп келеді. Параққа жетпей, бірақ шештірсем бола ма, шешесіздер ма, қаншама шешесіздер деп сұрайтындар өте көп. Ақпаратым пайдалы болды деп ойлаймын. Парақшама тіркеліп алыңыздар. Лайк басып кетіңіздер, комментарий жазып кетіңіздер. Осындай жағдайларға кездестіңіздер ма, шешіп береміз ақшаңызды деп жатқандар көп па? Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет барлықтарыңызға.